Кім бай болғысы келмейді дейсіз? Шындығында байлық маңдай термен келетінін бәріміз де білеміз. Енді біреулер қиналмай-ақ табыс табуды армандайды. Келесі біреу ырымға сенеді. Ал сіз сенесіз бе? Ел арасында мынадай ырымдар баршылық екен. Дастарханның үстін қолмен сүртуге болмайды. Міндетті түрде шүберекпен әрі қиқымды қолға емес ыдысқа салу керек. Ұдайы жасап көріңіз, әрі қаржылық жағдайыңыздағы өзгерісті де бақылауды ұмытпаңыз. Күн батқаннан кейін ақша санамауға тырысыңыз. Егер санауға тура келсе, біреуге сатқаныңыз жөн. Егер сіз сатушы болсаңыз, ақшаны қолма-қол алып, ал қайтарар кезде үстел үстіне қойғаныңыз абзал. Бай қалталы адамдардан қолма-қол ақша алуға тырысыңыз. Көп жағдайда үйде бос шыны ыдыстары, банка, жәшікте тұрып қалады. Бұлар қара үңгірлер үйге келген кірістің бәрін тартып кетеді. Егер сіз бос ыдыстарды тастауға шамаңыз келмесе, ішіне бірнеше дән немесе тиындар тастаңыз. Үстел үстіне бос шыны қоймауда осыдан шыққан. Жаңа ай туғанда басыңызды иіп сәлем беріп, сосын ақша, алтын, күміс көрсетіп, жаңа ай қалай өсіп келе жатса, маған сондай ақша келсін деп айту керек екен. Сейсенбі күні қарыз сұраудан аулақ болыңыз. Кем дегенде бір ай бойы қарызда жүресіз деген ұғым бар. Әр уақытта ақшаңызды әмиянда ұстаңыз. Ақша қалтаңызда қалай болса солай шашылып жатса кіріс кірмейді. Яғни бұл ақшаның да өзін баптамайтын жерге барғысы келмейтіндігімен түсіндіріледі. Әмияныңыз жыртылмаған, әрі таза терден жасалған болу керек. Сонымен қатар әмиянға ақшаларды рет-ретімен және де мыжымай салғаныңыз дұрыс. Әмияныңызда доллар болмаса тұмар ретінде ескі тиын салып жүріңіз. Келесі ақшаны шақыратын болады. Иә, бұл қарапайым ғана ережелер. Мүмкін расымен бір септігі тиіп қалар. Лайым қалтаңыз қалыңдап жүрсін демекпін.